Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1 сыныптың 50 сабағы. Сандарды қосу және азайту тақырыбы. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастыр. Балалар, төмендегі тапсырмаға мұқият назар аударып қараймыз. Төменде бізде сурет берілген, отбасы үстел үстінде отыр екен, дастархан басында. Енді неше сөзін пайдаланып мынандай сұрақтар қоюға болады. Үстелдің үстінде неше көк тәрелке тұр? Үстелдің үстінде 3 көк тәрелке тұр. Үстел үстінде неше ақ тәрелке тұр? Үстел үстінде 3 ақ тәрелке тұр. Үстел басында неше отбасы мүшесі отыр? Үстел басында 4 ересек адам және 2 бала отыр. Мінекей балалар, осылай бірнеше түрде сурет бойынша неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастыруға болады. Әрі қарай балалар, осы бірінші тапсырманың жалғасы сандарды теңде 3 қосылғыштың қосындысы түрінде жаз. Балалар, төменде бізде 60, 30, 6 және 9 сандар берілген екен. Енді осы бастапқы 60 санын жазайық. 60 сан балалар қандай теңдей 3 бірдей қосылғышпен жазуға болады? Дұрыс айтасыңдар. 20 қосу 20 қосу 20. Яғни бұл 60 деген санды береді. Ал енді балалар, келесі 30 санын жазайық. 30 саны қандай бірдей саны қосындысы болады? Дұрыс айтасыңдар. 10 қосу 10 қосу 10 деген балалар бізде 30 санын береді. Ал 6 саны 3-2 сан қосындысынан шығады. Ал енді соңғысы 9 саны балалар бізде 9 саны бұл 3 бірдей 3 санның қосындысынан шығады. Мінекей балалар, төмендегі берілген барлық сандарды 3 бірдей қосылғыштың қосындысы түрінде жазып шықтық. Келесі екінші тапсырма. Мысалдарды жазып, оларды есепте. 50-ден 10 санын азайтсақ, 40 болады. 60-тан 10-ды азайтсақ, 50 болады. 70-тен 10-ды азайтқан кезде 60 болады. 80 санынан 10 санын азайтқан кезде 70 болады. 90-нан 10-ды азайтқан кезде 80 болады. Және 100-ден 10 санын азайтқан кезде 90 болады екен балалар. Мысал ретінде балалар, осылай толық қып жазып шықсақ болады. Келесі үшінші тапсырма. Бос орындарға тиісті сандарды қой. 60 пен 40 санының қосындысы 100-ге тең, немесе 40 пен 60 санының қосындысы 100-ге тең. Бұл жерде балалар, қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Сондай-ақ 60 пен 30 санының қосындысы 90-ға тең болса, 30 пен 60 санының қосындысы 90-ға тең. Келесі 60 пен 20 санының қосындысы 80-ге тең, немесе 20 мен 60 санының қосындысы 80-ге тең. Және соңғысы 70 саны, бұл жерде 60 пен 10 санының қосындысынан шығады, немесе 10 мен 60 санының қосындысы 70-ге тең болады. Мінекей балалар, осылайша біз бос орындарға тиісті сандарды қойып шықтық. Енді балалар, бұларды біз қалай тексереміз? Мысалы, 100-ден 60 санын азайтсақ 40 қалады. Немесе 100 санынан 40 санын азайтсақ 60 саны қалады. Мінекей балалар, осылайша тексеріп алсақ болады. Мінекей балалар, осылайша бос орындарға 40, 60, 30, 20, 10 сандарын қойып шықтық. Келесі төртінші тапсырма. Бір бағанның мысалдарын есепте. Сыныптасыңмен дәптеріңді алмастыр. Тексер. Төменде 3 оқушыны өзінің сыныптастарын деп ойла. Біріншісі, 50-ден 20-ны азайтқан кезде 30 қалады. 30-ға 60-ды қосқанда 90 шығады. 90-нан 70-ді азайтқан кезде 20 қалады. 20-ға 50-ді қосқанда 70 болады. Екінші баған, 50-ге 30-ды қосқанда 80 болады. 40-тан 30-ды азайтқан кезде 10 қалады. 80-нен 60-ды азайтқан кезде 20 қалса, 100 санынан 40 санын азайтқан кезде 60 болады. Келесі үшінші баған, 70-ге 30-ды қосқанда 100 шығады. 80-нен 70 азайтқан кезде 10 қалады. 40-қа 50-ді қосқанда 90 болады. 60-тан 50-ді азайтқан кезде 10 қалады. Мінекей балалар, осылайша есептеп аламыз. Енді осы 3 бағаның кез келген біреуін өзін таңдап, дәптеріңе әдемілеп, есептеп жазып шығара қой. Және өзің сыныптастармен дәптеріңмен алмастырып, оны да тексеріп ал. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет.
Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше